Бұл әңгімені бұрын ешкім естімеген. Толығын видеодан тыңдаңыз. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, рахмет. Күйеуі вақтаға кеткеніне 3-ші апта еді. Үй іші тыныш болып кеткен. Таңертеңгі шайдың буы да, кешкі жаңалықтар да бұрынғыдай жылы сезілмейтін. Әйел күнде бір мезгілде телефонға қарай беретін әдет шығарды. Күйеуінен хабар күткендей. Бірақ бүгін есік қоңырауы соғылды. Есіктің алдында курьер тұрды. Қолында ақ қағазға оралған гүл. Раушан емес, дала гүлінде қарапайым. «Кіммен?» деді әйел аң-таң болып. «Аты жөні көрсетілмеген», деді курьер қысқа ғана. Алғашында ол күліп жіберді, қате шығар деп ойлады. Бірақ гүлді қолына ұстағанда жүрегі бір түрлі шым етті. Гүлдің ішінен кішкентай ғана хат шықты. Қарапайым жазу. Көңіліңіз түсіп кетпесін. Ол хатты қайта-қайта оқыды. Бұл сөздің ішінде бір жылылық бар еді. Бірақ сонымен қатар мазасыздық та сезілді. Күйеуінен бе? Жоқ. Ол ондайды істемейтін. Оның үстіне күйеуі вақтада жүргенде гүл жіберіп әуреленетін адам емес. Келесі күні де дәл сол уақытта есік қоңырауы соғылды. Тағы гүл. Тағы да аты жоқ. Бұл жолы гүл басқа, бірақ хаттағы сөз өзгермеген. Әйелдің іші қысыла бастады. Көршілердің көзқарасы да өзгере түсті. Бірі қызығып, бірі күдіктене қарайды. 3-ші күні ол гүлді бірден үйге кіргізбей, біраз есік алдында тұрып қалды. «Бұл не өзі?» деген сұрақ миын тесіп барады. Біреу оны күнде ойлап жүр. Бірақ кім? Неге дәл қазір? 4-ші күні күйеуінен қоңырау келді. Даусы шаршаңқы. «Үйде бәрі дұрыс па?» деді ол. «Дұрыс», деді әйел кідіріп. Гүл туралы айтпады. Айтуға жүрегі дауаламады. Сол кеште ол терезе алдында ұзақ отырды. Гүлдің иісі үйге тарап кеткен. Бір кезде әйел бір шындықты түсінді. Ол қорқып қана отырған жоқ еді. Оның ішінде әлде бір қызығушылық, тіпті күтім де пайда болған. Есік қоңырауы енді қашан соғылар екен деп ойлады ол. Ал белгісіз жіберуші дәл осыны күтіп жүргендей. 5-ші күн. Есік қоңырауы соғылған сәтте әйел селк етіп кетті. Бұрын олай емес еді. Енді бұл дыбыс жүрегін шым еткізетін болды. Ол есікті ашпай тұрбақ не көретінін біліп тұрды. Гүл. Бұрынғысынан ірілеу, ашық түсті. Бірақ ең бастысы хат. Бұл жолы хаттың көлемі ұзағырақ еді. «Сізді күліп жүргеніңізді көргім келеді. Бұрын қалай күлсеңіз, дәл солай». Әйелдің қолы дір етті. Бұрын деген сөз жүрегіне қадалды. Бұл адам оны жақыннан таниды. Тіпті күлкісін де біледі. Ол хатты жыртып тастағысы келді, бірақ орнына қайта-қайта оқи берді. Түске дейін ойынан кетпеді. Көрші әйел шайға шақырды, бірақ ол бармады. Айнаға қарады. Шынымен де соңғы кездері күлімдемей кеткенін байқады. Өзі де байқажамапты. Кешке күйеуі тағы қоңырау шалды. «Даусым бір түрлі», деді ол. «Шаршадым», деді әйел. Бұл жолы өтірік айту оңайырақ болды. Сол түні ол хатты жастығының астына салып ұйықтады. Таңертең өз-өзінен шошып оянды. «Мен не істеп жатырмын?» деген сұрақ санасын торлады. Бірақ сонымен бірге хат иесін елестетуге тырысты. 6-ші күні гүл тағы келді. Бұл жолы хатта тек бірақ сөйлем бар еді. «Сіз мені ұмыттым деп ойлайсыз». Осы сәтте әйел шыдай алмады. Бұл енді жай әдемі сөз емес еді. Бұл айыптау. Біреудің жүрегінде жиналып қалған өкініш сияқты сезілді. Ол ұзақ отырды. Телефонды қолына алды. Қағазға жазылған мекенжай нөмірін терді. Бір сәт тоқтап қалды. Жүрегі қатты соғып тұр. Сосын қысқа ғана жауап жазды. «Сен кімсің?» Хатты конвертке салып курьерге берді. Сол сәтте өз өмірінде бір шекарадан өткенін сезді. Енді бәрі бұрынғыдай болмайтынын білді. Тек бір нәрсені білмеді. Жауапты күту оған бұйырмайтынын. Өйткені жауап сол күні келетін еді. Хатты жіберген соң әйелдің қолы ұзақ дірілдеп тұрды. «Неге жаздым?» деген ой бірде өкінішке, бірде жеңілдікке айналды.
Ол жауапты бір апта күтетіндей дайындалған еді. Тіпті келмей қалса да, іштей соған үйреніп үлгерді. Бірақ сол күні, кешке есік қоңырауы қайта соғылды. Бұл жолы ол бірден ашпады. Терезеден қарады. Сол баяғы курьер. Уақыты да өзгермеген. Сағат тілі дәл бұрынғы орында тұр. Осы дәлдік әйелдің жүрегін суытып жіберді. Қолына конверт тигенде оның ішінде гүл жоқ екенін бірден байқады. Тек хат. Ақ қағаз. Таныс жазу. Ол Асидің үстеліне отырды. Қағазды ашқан сәтте жүрегі тоқтап қала жаздады. Сен мені даусынан танисың. Бірақ мені сол күйімде көргің келмеген. Әйелдің көз алдына бірден бір көрініс келді. Көп жылдан бері есіне алмаған кеш. Автобус аялдамасы. Жаңбыр. Қолында чемодан. Біреу оның артынан тоқта деп айқайлаған. Ол хатты ары қарай оқыды. Сен ол күні артына қарамадың. Мен сені кінәламаймын. Бірақ ұмыттым деп ойлама. Әйелдің тынысы тарылып кетті. Бұл жай сәйкестік емес еді. Мұны күйеуінен басқа ешкім білмейтін. Ол оқиға туралы ешкімге айтпаған. Телефон қолынан түсіп кете жаздады. Біреу оның өткен өмірін, ішіне көміп тастаған сезімін тірілтіп отыр. Және ол адам өзін кінәлі сезінбейтінін, тек еске салғысы келетінін айтып тұр. Сол сәтте күйеуінен хабарлама келді. Ертең хабарласам, байланыс нашар. Әйел экранға ұзақ қарады. Бір кезде бір ой санасына найзадай қадалды. Егер хатты жазып жүрген адам күйеуі болса ше? Бірақ жоқ. Бұл оның стилі емес еді. Оның үстіне күйеуі сол аялдамадағы адам емес. Әйел хатты бүктеп қолына қысып отырды. Үй іші тым-тыныш. Тек қабырғадағы сағаттың тықылы естіледі. Ол алғаш рет шын қорықты. Бұл ойын емес екенін түсінді. Бұл кездейсоқтық емес еді. Біреу оны жақсы таниды. Және бұл енді тек гүл туралы әңгіме емес болатын. Таң атпай оянды. Ұйқысы қашқан. Түн бойы хаттағы сөздер санасында қайта-қайта жаңғырып шықты. Артына қарамадың деген сөйлем жүрегіне шаншыдай қадалған. Ол күнді ешқашан еске алғысы келмейтін. Түске таман күйеуінен қоңырау келді. Бұл жолы даусы әдеттегіден қаталдау шықты. Үйде бәрі тыныш па? Деді ол. Иә, деді әйел. Бірақ даусы сенімсіз шықты. Бір түрлі сөйлеп тұрсың, деді күйеуі. Бірдеңе болды ма? Әйел үнсіз қалды. Сол үнсіздік күйеуін одан сайын күдіктендіргендей болды. Қалада жүргендерден біреу мазалап жүрген жоқ па? Деді ол кенет. Бұл сұрақ әйелді селк еткізді. Ол қайдан білді? Деген ой жылдам өтті. Жоқ, деді ол асығыс. Неге олай сұрайсың? Күйеуі біраз үндемей тұрды. Жай ғана, соңғы кезде түсініксіз әңгімелер естіп жүрмін, деді ол ақыры. Мұнда да тыныш емес. Әйел телефонды қойып тұрып қалды. Түсініксіз әңгімелер дегені не? Ол не жасырып жүр? Әлде бұл жай кездейсоқ сәйкестік пе? Сол күні кешке тағы гүл келді. Бұл жолы көп емес, жалғыз ғана гүл. Бірақ хаттың салмағы ауыр еді. Ол сені қорғай алмайды. Бұрын да қорғай алмаған. Бұл сөздер әйелді іштен қарып өтті. Бұл енді ашық шабуыл сияқты еді. Хат иесі күйеуін де, өткенін де жақсы білетінін көрсетіп отыр. Ол күйеуінің суретіне қарады. Үйленген кездері түсірілген фото. Күйеуі күлімдеп тұр, сенімді, мықты көрінеді. Бірақ соңғы кездері ол да өзгерген. Суықтау, қашық. Түнде күйеуі тағы хабарласты. Ертең мүмкін ертерек қайтамын, деді ол. Бұл сөз әйелге күтпегенде ауыр тиді. Ол қуану керек пе, қорқу керек пе түсінбеді. Телефонды қойған соң әйел орындыққа отырып қалды. Бір жағында белгісіз адам, бірақ бәрін білетін. Екінші жағында күйеуі, бірақ бірдеңені жасырып жүргендей. Ол алғаш рет өзіне сұрақ қойды. Егер шындықты білсем, көтере аламын ба? Ал біреулер бұл шындықты оған бәрібір айтқалы жүргендей еді. Күйеуінің ерте қайтамын деген сөзі әйелдің ойынан шықпай қойды. Сол күн бойы әр дыбысқа елеңдеп, терезеге қайта-қайта қарады. Бірақ кешке дейін есік ашылмады.
Оның орнына таныс қоңырау тағы соғылды. Бұл жолы гүл жоқ еді. Тек қалыңырақ конверт. Әйел асықпай ашты. Ішіндегі қағаздар сарғайып кеткендей, ескі дәптерден жыртылған парақ секілді. Жазу да бұрынғысынан анық, асықпай жазылған. Сен колледждің артындағы ескі орындықты есіне аласың ба? Біз сонда соңғы рет сөйлескенбіз. Әйелдің жүрегі суып кетті. Ол орынды ұмытпаған. Күзгі салқын. Қолындағы шәйнекпен шай ішкендей екеуі ұзақ отырған. Сол күні ол алғаш рет болашақтан қашып кеткен. Хат жалғасты. Сен маған күте алмаймын дедің. Мен үндемедім. Өйткені сенің көзіңде шешім әлде қашан қабылдан қойған еді. Әйел көзін жұмды. Ол күнді өзіне дұрыс таңдау деп талай рет түсіндірген. Ата-анасының сөзі, тұрмыс, тұрақтылық, бәрі сол таңдауда ақтаған. Бірақ жүрек ол шешіммен келіспеген. Сол сәтте телефон шыр етті. Бейтаныс нөмір. Ол көтермеді. Бірақ 1 минут өтпей хабарлама келді. Мен сені қорқыту үшін жазып жүрген жоқпын. Әйелдің қолы дір етті. Демек хат иесі тірі, жақын, қазір де байланыс алады. Мен тек бір шындықты айтқым келді. Сен кеткенде мен де басқа өмірді таңдадым. Бірақ ол өмір мені бақытты қылмады. Бұл жолы әйел жылады. Жасырын, үнсіз. Ол өз өміріне қарап отырды. Үй, күйеу, тәртіп, тыныштық. Бірақ бақыт деген сөз соңғы кездері көмескіленіп кеткен еді. Кешке күйеуінен тағы хабарлама келді. Жолдамын. 2 сөз. Бірақ олардың арасында салмақ бар еді. Әйел үстел үстіндегі хатты қайта оқыды. Енді ол хат иесінің кім екенін білді. Атын айтпаса да даусын, көзқарасын, үнсіздігін таныды. Бұл өткенде қалған адам емес еді. Бұл жүрегінде қалып қойған адам болатын. Ал есік артында оны бүгін 2 шындық күтіп тұрғандай еді. Келесі күні есік қоңырауы соғылмады. Әйел таңертеңнен бастап күтті. Сағатқа қайта-қайта қарады. Әдетте дәл 11-де келетін. 11 өтті, 12 болды. Үй іші тын-тыныш. Осы тыныштық бұрын қуаныш еді, ал бүгін мазасыздыққа айналды. Болды ма деп ойлады ол. Жазуды тоқтатты ма? Бұл ойдың өзі жүрегін шым еткізді. Өзі таңғалды. Кеше ғана қорқып жүрген, бүгін сол қорқыныштың жоғын қалап отыр. Терезеден сыртқа қарады. Аулада ешкім жоқ. Көршілер де байқалмайды. Түстен кейін телефон шыр етті. Бейтаныс нөмір. Ол бұл жолы бірден көтерді. Алло? Жауап болмады. Тек тыныс естілгендей болды да, қоңырау үзіліп кетті. Әйелдің алақаны терлеп кетті. Бұл үнсіз қоңырау бір ауыз сөзден де ауыр еді. Ол орындыққа отырып қалды. Неге үндемеді деген сұрақ миын жеді. Кешке қарай күйеуінен қоңырау келді. Жолдамын деді ол, қысқа ғана. Қашан жетесің деді әйел. Түнде. Телефонды қойған соң әйел терең дем алды. Үйге күйеуі келеді. Бұл қалыпты жағдай. Бірақ қазір бұл сөз оған қысымез болып сезілді. Өйткені ол ішінен біреуді күтіп жүргенін мойындауға қорықты. Түнге қарай тағы хабарлама келді. Бұл жолы жазбаша. Бүгін гүл жібермедім. Сенің оны күтетініңді білгім келді. Әйел көзін жұмды. Демек ол бәрін бақылап отыр. Оның ойларын да, сезімінде. Қорқпа. Бұл сенің әлсіздігін емес. Бұл тірі екенінің белгісі. Ол жауап жазбады, бірақ хатты өшірмеді де. Бұл үнсіздік оның ішіндегі дауысқа айналғандай болды. Сол түні ол бірінші рет күйеуін емес, хат иесін ойлап ұйықтады. Өзінен шошыды, бірақ тоқтата алмады. Өйткені ол бір шындықты түсінді. Гүлдер тоқтағанымен байланыс тоқтамаған еді. Ал ертең үйге күйеуі келетін. Түн ортасы ауған кезде есік сықырлап ашылды. Әйел орнынан бірден тұрды. Күйеуі кірді. Жолдан шаршағаны көрініп тұр, бірақ көзқарасы сергек еді. Үйге кіре сала айналасына көз жүгіртті. Бөтен бір белгі іздегендей. Ұйықтап жатпадың ба? Деді ол. Жоқ, деді әйел қысқа ғана.
Күйеуі үстіндегі киімін шешіп жатып, әйелге қайта-қайта қарап қояды. Бұрын байқалмайтын ұсақ қимылдар енді көзге бірден түседі. Ол ас үйге өтті. Үстел үстіне көз салды. Әйел соны байқап, жүрегі дүрсілдеп кетті. Соңғы кезде бір түрлісің, деді күйеуі кенет. Үйде жалғыз отырған қиын ба? Әйел не деп жауап берерін білмеді. Я десе, әлсіздігін мойындайды. Жоқ десе, өтірік болады. Әдеттегідей, деді ақыры. Күйеуі үнсіз қалды. Сол үнсіздік екеуінің ортасына суық қабырға тұрғызғандай еді. Таңертең күйеуі ерте тұрды. Телефонын қолынан тастамай, біреуге жазып отырғанын әйел байқады. Ол да бірдеңені жасырып жүр. Бірақ сұрауға батылы жетпеді. Түсте күйеуі әйелдің телефонын байқап қалды. Мынау кім жазып жатыр, деді ол жай ғана. Бірақ даусында салқындық бар еді. Әйел селк етіп телефонды қолына алды. Бақытына қарай ол сәтте еш хабарлама келмеген. Ешкім, деді ол. Күйеуі ұзақ қарап тұрды. Сол қарас әйелге ауыр тиді. Ол өзін кінәлі сезінді. Бірақ нақты бір қылмыс жасағандай емес, ойымен ғана. Кешке қарай есік қоңырауы соғылды. Әйел мен күйеуі бір-біріне қарады. Күйеуі өзі барып ашты. Есіктің алдында ешкім жоқ еді. Тек еденде кішкентай конверт жатты. Күйеуі оны алып ашпастан әйелге қарады. Бұл не, деді ол. Әйелдің тамағына бір нәрсе тығылып қалғандай болды. Ол не дерін білмеді. Білмеймін, деді әрең. Күйеуі конвертті үстелге қойды. Кейін ашармыз, деді ол. Бірақ екеуі де білді. Бұл үйде енді ештеңе кейінге қалмайтын еді. Ал үнсіз жатқан конверт екеуінің арасына түсіп, бұрынғы тыныштықты бір жола бұзды. Конверт түні бойы үстел үстінде жатты. Екеуі де оған қарамауға тырысты. Бірақ көз бәрібір соған түсіп кетеді. Ол үшінші адам сияқты. Үнсіз, бірақ бәрін көріп тұрған. Күйеуі бірінші болып шыдамады. Ашайық, деді ол жай ғана. Даусында ашу жоқ, бірақ бір нәрсеге дайын тұрғандай қатқылдық бар еді. Әйел басын изеді. Қашатын жер қалмағанын өзі де түсінді. Күйеуі конвертті ашты. Ішінен бір парақ қағаз шықты. Оқыған сайын оның қабағы түйіле түсті. Әйел әр сөзді сезіп отырды. Дауыстап оқымаса да, жазылғанын шамалап білді. Күйеуі қағазды үстелге қойды. Бұл кім, деді ол. Әйел үнсіз қалды. Бір сәтке бәрін жоқ. Ешкім емес, қате, әзіл деп. Бірақ сол сәтте ол өзіне өтірік айтудан шаршағанын сезді. Бұрын менің өмірімде болған адам, деді ол ақыры. Күйеуі орындыққа отырып қалды. Сен онымен сөйлесіп жүрдің бе? Жоқ, деді әйел кідіріп. Бірақ ол жазды, гүл жіберді. Мен тоқтатпадым. Осы тоқтатпадым деген сөз екеуінің ортасына ауыр тас сияқты түсті. Күйеуі терең дем алды. Демек сен қаладың, деді ол баяу. Әйел көз жасын ұстай алмады. Мен ештеңе істемедім. Бірақ мен де таза емеспін, деді ол. Өйткені ішімде бір нәрсе қозғалды. Сол сәтте әйел телефонын алып, хат иесінің соңғы хабарламасын көрсетті. Күйеуі оқып шықты. Мен сені қайтарғым келмейді. Тек сенің шын бақытты екеніңді білгім келеді. Күйеуі ащы жымиып қойды. Қызық, деді ол. Мен де соны білгім келеді. Үй іші тағы да тынышып қалды. Бірақ бұл бұрынғы тыныштық емес еді. Бұл шешім алдындағы тыныштық. Түн ортасында әйелге тағы хабарлама келді. Ол күйеуінің көзінше ашты. Ертең бір-ақ рет кездесуге рұқсат бер. Қоғамдық жерде. Егер келмесең, бәрі осы жерде бітеді. Әйел күйеуіне қарады. Мен баруым керек, деді ол жай ғана. Әйтпесе бұл ешқашан бітпейді. Күйеуі ұзақ үнсіз отырды. Бар, деді ол ақыры. Бірақ содан кейін шындықты таңдаймыз. Бұл сөз әйелге ауыр тиді. Өйткені ол шындықтың біреу емес екенін, екеу екенін сезіп тұрған. Келесі күні таңертең әйел жүрегі дүрсілдеп оянды. Барлығы күндей қарапайым көрінді. Көше, адамдар, көліктер. Бірақ оның ішкі әлемі дауылда еді.
Кездесу орны қаладағы шағын кафенің сыртқы ауласы. Әйел бір сәт қасында күйеуін елестетіп, бірақ өз шешімін ойлады. Бұл тек бір сағат, тек қарама-қайшылықты түсіну үшін, деді ол өзіне. Сағат дәл белгіленген уақытта келгенде бір адам пайда болды. Бұл хат иесі. Оны тану оңай болды. Бұрынғы көзқарас, жүріс, тіпті дауыс үндемей тұрғандай көрінді. Көзқарасы нәзік, бірақ бір шама ауыртпалық бар. Әйелге қарай жақындады. Қолын сәл көтеріп, бірақ қарсы шықпай үнсіз тұрды. Әйел терең дем алды. Бұл сәтте ол өз ішкі сезімін бақылауға тырысты. Қорқыныш, қызығу, өкініш, бақыт, бәрі қатар. Сіз шындықты қалай білгіңіз келді? Деді әйел ақыры. Тек сенің шын бақытты екеніңді көргім келді, деп жауап берді ол. Ештеңені бұзғым келмеді. Олар бір-біріне қарап отырды. Бір сағат ішінде ешқандай әрекет жасалмады. Тек сөздермен емес, көзқараспен сөйлесті. Әрбір тыныс өткеннің, таңдаулардың, өкініштің айнасы сияқты еді. Сағат өткен сайын әйелдің ішінде бір нәрсе өзгерді. Өткеннің өкініші баяу тарқай бастады. Ол түсінді. Ештеңе қайта келмейді. Бірақ барлығы түсінікті болды. Кездесу соңында хат иесі бір қадам артқа шегінді. Бұл біздің соңғы бетпе-бетіміз болу керек. Әрқайсымыз өз өмірімізге ораламыз. Әйел терең дем алып басын изеді. «Иә», деді ол. Енді бәрі түсінікті. Келесі аптаға қарай үй іші бұрынғыдай тыныш көрінді. Бірақ әйел ішкі тыныштығын әлі тапқан жоқ еді. Бірнеше күн бойы хаттар келмеді. Гүлдер де тоқтады. Бұл тыныштық кейде жеңілдік сезімін береді, кейде ауыртпалықты арттырады. Бір кеште есік қоңырауы соғылды. Әйел асықпай есікті ашты. Көргені соңғы гүл, ақ қағазға оралған, кәдімгі жолда тұрғандай қарапайым. Қолында хат жоқ, тек гүл. Терең дем алды. Гүлдің иісі үйге тарады. Оның үстінде кішкентай қағаз қалды. Барлығы өз орнында, бақытты таңды. Әйел оны оқығанда бір түрлі жеңілдік сезді. Ешкімді кінәламай, ешкімді ренжітпей, тек өз өмірін ойлап шешім қабылдау уақыты келген еді. Келесі күні күйеуі үйге толық оралды. Әйел гүлді көрсетпей, бар болғанын ішіне сақтады. Ол сөйлеген жоқ, бірақ оның көзқарасы бәрін білдірді. Күйеуі де үндемеді, тек әйелді құшақтады. Екеуінің арасындағы тыныштық бұрынғыдай емес, бірақ шынайы болды. Кейінгі күндері әйел гүлге қарағанда күлімдеді, бірақ енді күлуі тек өзіне арналғандай болды.